Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде баспа ісіндегі заманауи үрдістер және авторлық құқық менеджменті тақырыбында семинар өткізілді. Басқосу Франкфурт кітап жәрмеңкесінің аясында Орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Отандық және шетелдік баспагерлердің басын біріктірген іс-шарада заманауи технологиялардың мүмкіндігі талданып, мамандар өзара тәжірибе алмасты. Жиында баспадағы жасанды интеллект, авторлық құқық пен лицензия алу және оны сату, кітап құқығын басқару платформасы сынды өзекті мәселелер талқыға салынды. Еске салайық, Франкфурт кітап жәрмеңкесі жаһандық іс-шара болғандықтан былтырдың өзінде оған 153 елден 230 мың қатысушы жиналыпты. Онда әдебиет пен мәдениет саласына қатысты түрлі келіссөз жүргізілген. Франкфурт жәрмеңкесін Алматыда 2019 жылы өткізгіміз келген. Пандемия болғандықтан ұйымдастыра алмай қалдық. Бүгін сәті түсті. Іс-шарада жасанды интеллекті баспасына қалай пайдалануға болатынын талқыладық. Жалпы бұл салада байланысты жақсарту біздің басты мақсатымыз. Кешелі бері Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Франкфурт кітап көрмесінің семинары өтіп жатыр. Жалпы бұл семинардан баспасы мамандығындағы студенттердің де, осы баспагерлерге дәріс беретін оқытушы профессорлардың да алары мол деп есептеймін. Себебі Германияда кітап басу мәдениеті қалыптасқан, халықаралық кітап көрмесін өткізу дәстүрге айналған.